Ерте заманда бір ауылда Айсұлу деген жас келіншек өмір сүріпті. Жолдасы ауыр науқастан қайтыс болып, ол жалғыз қалады. Баласы болмағандықтан өмірдің бәр ауыртпалығы оның иығына түседі. Ауыл адамдары көмектескенімен жалғыздықтың орны бөлек еді ғой. Айсұлу күн сайын таңертең тұрып жұмысын істеп, кешкі үйіне қайтатын. Бірақ қара шаңырақтың іші тым-тырыс болатын. Күйеуі сағынған сайын көзіне жас шығатын. Сол ауылдың шетінде Сапар деген қарт қойшы өмір сүрді. Ол да тағдырдың талай сынағын көрген жан еді. Жастайынан еңбек етіп, бала-шаға өсіргенімен өмірлік жары дүниеден өтіп кеткен соң жалғыз қалыпты. Балалары қалаға көшіп кеткен сирек келеді екен. Бір күні Айсұлу ауыл сыртындағы бұлаққа су алуға барады. Сол жерде қойларын бағып жүрген Сапар ақсақалды көреді. Қарт ауыр шелекті көтере алмай тұрған әйелге көмектеседі. «Қызым, жалғыз жүрген қиын екен ғой», дейді ақсақал. «Ие ата, кейде өмірдің өзі ауыр болып кетеді», деп жауап береді Айсұлу. Сол күннен кейін олар анда-санда кездесіп, әңгімелесіп жүрді. Бірі жастай жесір қалған жан, бірі қартайғанда жалғыз қалған адам. Екеуінің ортақ мұң жақындастырады. Күндер өте береді. Сапар ақсақал Айсұлудың үйіне отын жарып беретін болды. Ал Айсұлу қартқа тамақ әзірлеп, халін сұрап тұратын. Ауыл адамдары бұл жағдайды байқап, әртүрлі сөз айта бастады. Жас әйел мен кәрі шалдың арасында не бар екен деп күбірлейтін. Бірақ олар ешкімнің сөзіне мән бермейді. Өйткені олардың арасындағы сезім сырт көз ойлағандай емес еді. Бұл жалғыздықты түсінген екі адамның бір-біріне деген құрметі мен қамқорлығы болатын. Бір күні қыс қатты болып, боран соқты. Сапар ақсақал қой іздеп жүріп адасып кетеді. Ауыл адамдары іздегенімен таба алмайды. Сол кезде Айсұлу бар күшін жинап іздеуге шығады. Ұзақ іздегеннен кейін қартты ескі қыстаудың жанынан тауып алады. Суық пен қалжырап қалған екен. Әйел дереу көмек шақырып ақсақалды аман алып қалады. Осы оқиғадан кейін Сапар қария: «Мені туған балам да іздеген жоқ. Сен болдың. Қалған өмірімді жақсылығыңды ұмытпаймын», дейді көзіне жас алып. Арада айлар өтеді. Бір күні ауыл ақсақалдары мен үлкендері жиналып, «Жалғыздық екеуіңе де ауыр. Бір-біріңе сүйеніш болып өмір сүріңдер», деп ақыл айтады. Көп ойлағаннан кейін Айсұлу мен Сапар ақсақал шаңырақ көтеруге шешім қабылдайды. Кейбіреулер таң қалды, кейбіреулер күлді. Бірақ уақыт өте бере олардың дұрыс шешім қабылдағанын түсінді. Өйткені үйден күлкі естіліп, дастарханнан береке кетпеді. Екеуі бір-біріне тірек болып, бақыттың жастықта көрінуін де таңдамайтынын дәлелдеді. Сапар ақсақал әрдайым: «Нағыз махаббат тек жастық шақты келмейді. Кейде ол өмірдің ең соңғы кезеңінде келіп, жүрекке жылу сыйлайды», деп айтып отыратын. Осылайша тағдыр тәлкегін көрген екі жан қалған ғұмырларын сыйластық пен мейірімге толы өмірмен өткізген екені. Әңгімеден алар сабақ болсақ, адам ең керегі байлық емес, жанында түсінетін адамның болуы. Махаббаттың жасы болмайды, ал мейірім мен қамқорлық кез келген жүректі бақытты бөлей алады. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып, тіркелмеген болса тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.